Тау мен тас, өсімдік пен топырақ, көл мен теңіз, су мен тамшы, адам мен жануар. Табиғаттың төл туындысы. Аталмыш жаратылыстың өзіндік сыры мен тарихы бар. Әрқайсысы тіршілік берген тылсым күшке ие. Ғасырлар бойы сырын ашпаған, тіпті құпиясын шертіп білуге қарсылық танытқан әлемнің ғаламаттары да жетерлік. Құпия ешқашанда сыртқа шықпайды, сол арқылы оның сыры кез келгенді қызықтырады. Бала кезде ересектердің аузынан түнде суға барма, ай жарықта суға шомылма дегендерді көп естуші едік. Оның үстіне табиғаттың тылсым күштері туралы газеттерден көп оқып, олардың сырына қанық бола түскен сайын су перісі туралы ой маза бермейтін. Бәлкім соның салдарынан болар. Рас өтірігіне көз жеткізбей жатып ақ, күн батқаннан кейін есік алдындағы құдыққа жақындамайтынмын. Суға да үніліп көрген емеспін. Ескі ауыздан естігенім бойынша су патшасы Сүлеймен дағы оның аналық типажы су перісі деген болады. Оның сұлулығы қараған жанды соқыр етеді, немесе ақыл естен айырып, жындандырып жіберетін көрінеді. Әсіресе жігіттермен ойнап күлісіп, ақыр соңында суға тартып әкетуге бейім қабілеті де бар. Кешке қарай ымыртауған апақ-сапақ уақыт жан баласының физиологиялық ахуалына қатты әсер етеді. Діни сенім бойынша жын-шайтанның сейілге шығатын уақыты. Мұндай кезде ұйықтауға, үйді сыпыруға, кір жууға мүлде болмайды. Туыс әпкем бірде су перісін көргендігін айтқанда таңданыспен сұраған едім. Ауыл маңындағы қырдың ар жағында кішігірім көл бар екен. Сол көлдің тылсымы маңайдағыларды шошытқан көрінеді. Күн сайын көл жағасында бір бейне отырады екен. Ел оны су перісі деп маңына жоламапты. Жасы кіші балаларға ескертіп, ол жаққа бармауын қадағалайды екен. Осындай күлкілі әңгімелерге жыны келетін алаңғасар әпкемнің сол жаққа көңілі ауыпты да тұрыпты. Бірде нар тәуекелдеп, әлгі сұлуды көрмекке бекінеді. Қорқыныштан гөрі қызығушылық сезімі басым, ер мінезді қыз көлшікке етене жақындай барыпты. Расында, көл жағасында бетін әрі қаратып, шашын жерге төгілтіп отырған бейнені көрген. Бір-екі қадам қалғанда жүрегі дүрсілдеп қоя берген. Қанша жерден қорықпайын десе де, әлгінің зияны тиіп кетеме деп сескенген екен. Алайда шешінген судан тайынбас дегендей, артқа қайтқанды намыс көріп, бейтаныс бейнеге жақындай түседі. Қол жетім қалған кезде суға күмп берген болмыстан әпкем шошынып та қалған. Біраз күтіп, әлгінің әзір судан шыға қоймайтынын сезіп, жөніне қайтыпты. Сонау жол жүріп, артына қарағанда, әлгінің беті бері қарап отырғанын көреді. Алыс болғаннан кейін жүзін дұрыс көре алмай, әрі көруге ниеті де болмай, қаша жөнелген екен. Су перісінің адамға зияны жоқ, тек оны шақырып алмау керек. Шақырғанда қалай? Ай қатты сәуле түсіріп тұрғанда сумен шағылсады. Сол кезде су айнасына бет бұрып жүзінді көруге болмайды. Сенің жүзінді өзінен көрген су иесі сенімен байланысқа түседі. Көзге көрінбесе де телепатиялық түрде миына сіңеді. Одан кейінгі кезекте адамның тірі қалуы екі талай. Көп жағдайда адамдар жынданып кетіп жатады, өте қауіпті құбылыс. Сондай-ақ су перісі тек көлде немесе үлкен өзенде жүреді деген сөз емес. Олар кез келген тапшыдан шыға алады. Егер әрине, сіз онымен жоғарыдағыдай байланысқа түскен болсаңыз, қыр соңыңыздан қалмай, кез келген судан бейнесі көріне береді. Осыған қатысты тағы бір оқиға. 30-ға толып үлгермеген бір жас жігіт бірден көз жұмған. Оның себебін іздеген туыстары былай дейді. Соңғы кездері өзіне құлыпталып алған жігіт қатты өзгеріпті. Адамның ойына келмейтін қияли әңгімелерді айта бастаған. Екі сөзінің бірінде су перісін көрдім, сұлу екен дегенді айтатын көрінеді. Әйелі басында мән бермей,
кейінгі кезде тіпті көшеде кішігірім шалшық су көрсе де қарап тұрып қалатын күйеуін ойлап қатты алаңдапты. Молдаларға барғанында әлдебір белгісіз жынның соңына түсіп жүргенін айтқан екен. Қатты ауырып, адам көргісіз келбет киінген жігіттің мазасы қашып сандырақтай бастады. Діни амал шараларын жасаған менде аман алып қала алмаған. Сонында білгір деген молда кісінің қойған диагнозы бойынша су перісі жігітке ғашық болған екен. Әлгі жігітте оның сұлулығына көзі тоймаса керек. Ақыр соңында өмірімен қош айтысты. Сол себепті дана халқымыз айтпақшы, ымырт ауған шапақта көлге барып шомылуды әдетке айналдырған жігіттеріміздің құлағына алтын сырға. Ырым-тыйымға аса мән бермесеңіз де табиғаттың тылсым күштері бар екендігіне күмән келтірмеңіз. Абайсыз жағдайлар орын алып, бармақ тістеуге апармасын. Сақ болайық.